Короче, все. Все, достар, мен, короче, боянып біттім. Шашым істеу керек, блин. Сағат 7 болды. Кеттім, шашым істеу. Короче, у меня осындай макияж дайын болды. Вообще мектепке легкий макияж. Енді қазір шашымызды буатын боламыз. Все, достар, мына сыртқышым боласағын ішіп жүре беретін да. Достарики, енді мен шайып жатырмын. Ойбай. Сағат 20 етті. 7-ден. Мен әлі шайып жатырмын. Байқап. Барғанша уже 8 болады. Шығамыз біз, короче. Болды, достар, мен шығып баратырмын. Бүгін шыға алмаймын. Жоқ. Достар, мен үйге келдім. Енді, короче, бүгін шашырап кеттіміз, 7 сағат болды кенсем. Қазір енді жатырмын, просто так демалып. Нарға келсем, бүкілі ұйықтавады, короче. Ағамыз ұйықтавады, короче, алар жатыр. Деміппін. Әлі сабақ істеу керек. Мен сурет істейді атым. Короче, достар, мен уже сабақтан үйге келдім. Жаңа серге. Ал мен уже тұрғысында әбірш кетті. Потому что мен сағаттан келе салып, қайттан ұйықтап қалдым. Әше сағаттан кейін ұйықтамай тұратымын. Алар ұйықтап қалды бәрі. Мен қаздалаға шоқ магазинге баратым. Потому что мен бүгін вообще дым жемедім. Сабаққа кетіп барып тұрған кезде ғана жедім да, сосын одан кейін вообще дым жемедім. Енді қазір жаман қарным ашты, ішім ауырып жатыр. Сондықтан қазір барып магазиннен рамион басымды әкеліп, соны жейтін боламын. Кеттік. Кеттік, короче. Киімді ауыстырып алып, шалбарымды осылайым. Болды, мен магазин осында әкелдім. Biraz көрсетейін сіздерге не келгенімді. Менде осындай рамионмен. Қолым неудобно көрсетем жатырмын. Қазір жасаңыз көрсетейін. Мына рамионмен, сосын гранатовый сок, короче. И бізде үйде ремонт болып жатыр. Қараңыздар, почти бітене қалыппыз, есіктерді, сондай қолдарды ауыстырып жатырмық. Қазір енді істеген капец қарным ашып жатыр. Аналар әлі ұйықтап отыр ғой. Ал достар, мен қазір енді ана рамионда істейтін боламын, короче, осы рамионда істейтін боламын. Маған соңайлардың қазір анандай қайнатты, қазанға кастрюльдесін істеуге жоғалады.
Ана күшті екен. Капец, аж... На, еще сейчас нори вниз шығады, прикиньте. Нори прям шығып күшті. Соң үстіне тиіп кетпесін. Ертең мектепке кием ба деп отырмын негізі. Мен сіздерге алған раменді көрсеттім. Анау менің, короче, алған сокым. Мындан зор. Короче, гранатный сок. Раменнің ішке зор кетеді. Қазір енді осыны ішетін боламыз раменмен бірге. Ақниет тұрды, кстати. Аяқта бүкіл ұйықтап жатыр, мен келсем. Ұлдана, Ақниет. Аяқта жүр. Ұлдана, Ақниет, еркеміз үшеуі де әлі ұйықтап жатыр. Ой, Ақниет тұрды, то есть. Все. Қазір күтейік, сосын асымыр жасаймыз. Стар. Кухняны есік ашылмай қалды. Прикиньте, на кухняны свет ашылмай қалды. Ашылмай қалды. Енді мен, короче, ашылмай жатырмын, и осы яқтан жеймін. Ужас неудобно. Қазір бір ана тұрғаннан кейін келіп ашатын шығар. Білмеймін, не қашын. Ал достар, короче, Ақниет тұрды. Қазір бұл YouTube көріп жатыр. Мыналар әлі ұйықтап жатыр. Бізде ремонт бітіп қалды. Короче, ана есіктерін енді жан-жақтан істеп, почти бояуға дайындап жатыр. Стеналарды мынандайлар. Ой, бұл. Жүр, Ақниет, дейсің ба? Рамен. Дейсің ба? Ана, телефон алсы. Саған суырып тастам. Блин, Ақниетке заведующий. Азан кешкелін жатады, үйде вообще залға бармайды. Ал достар, біз раменімізді жеңге батыр. Спокойно. Біз Ақниетті менімен бірге жейді. Aşağıda. Sen aşağı. Lan. Қазір енді нар тұру керек. Жұмысына кім керек? О, ұлдана тұрды. Слава тұр. Осына шамай. Ұлдана. Sok resimler mi? Ben sok resimler. Erkeniz uykumuz әлі ұйықтап жатыр. Şu sabahımız mı? Мен. Қаға отырасыңдар. Ура. Не істеп жатсыңдар екеуі. Екеуі, короче, не көріп жатыр. Ютубта. Достар, біз далаға шықтық. Қаға? Біз, короче, Ақниет екеуміз далада ойнап, короче, сөйтіп жүрейін деп жатырмық. Беркесі қаға ашып жатсың? Шыныма, шашын қарсаңыздар, әдем тұрғын. Крапка істеп қойыпты. Çık gittik. Oynayımız var. Қаға. Өзінен өзі жүгіріп жатыр. Ақниет, алма жейміз ба? Алма жейміз ба? Алма жейміз ба?
Жеке алмаларымыз оны. Мына бізде көп алмалар бар. Короче, қаны. Көп алмалар бар еді ғой. Ана жақта бір алма тұр, қазір аламын. Вот, короче, осындай алмалар. Түсіме? Нені? Шошым бәрі шекетін. Жерке петрушка. Аяттан қара. Өзіме өзі күле береткен бұл да бар. Түсірме мені. Мен достар, менің бір күндік влогым соңына да жетті. Короче, сіздерге қалай бір күн өткенін, мектепке бір күнімнің қалай өткенін көрсеттім. И видео ұнаса арна тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока!